Сәлеметсіздер ме, құрметті комиссия мүшелері? Менің атым Есенғалиева Аня Санатқызы, Атырау қаласының тұрғынымын. Мен 7 жылдан бері халыққа ипотекалық брокерлік, қаржылық кеңес беру, бухгалтерлік және салықтық қызметтер көрсетіп келемін. Осы уақыт ішінде көптеген азаматтарға тұрғын үй алуға, мемлекеттік бағдарламаларға қатысуға, кәсіп ашып гранттар мен жеңілдетілген несиелерге өтінім беруге, сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді рәсімдеуге көмектестім. Өмір жолым оңай болған жоқ. Мен қазіргі уақытта екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматшамын. Денсаулығыма байланысты 6 рет күрделі операциядан өттім. Соған қарамастан еңбек етуді тоқтатпадым. Керісінше, адамдарға пайдалы болуды өзімнің өмірлік мақсатым деп таңдадым. Бүгінде барлық қызметті жалғыз өзім көрсетіп келемін. Ендігі арманым Аня консульт, әлеуметтік ипотека және қаржылық қызмет көрсету орталығын ашу. Бұл орталықта азаматтар ипотека, бухгалтерлік қызметтер, мемлекеттік бағдарламалар, кәсіпкерлік және қаржылық мәселелер бойынша барлық қажетті көмекті бір жерден ала алады. Жарқыра бағдарламасы аясында сұралып отырған 4 миллион 800 мың теңге кеңсені жабдықтауға, компьютерлік техника, кеңсе жиһазы және халыққа сапалы қызмет көрсетуге қажетті материалдық техникалық базаны қалыптастыруға жұмсалады. Бұл жоба маған ғана емес, Атырау тұрғындарына қызмет етеді. Гранттың көмегімен тұрақты кеңсе ашып, жаңа жұмыс орындарын құрып, халыққа көрсетілетін қызметтің сапасы мен қолжетімділігін арттыруды жоспарлап отырмын. Мен үшін бұл жоба жай ғана бизнес емес, бұл 7 жыл бойы жинаған тәжірибемді одан әрі дамытып, қоғамға көбірек пайда келудің мүмкіндігі. Жобама қолдау білдіреді деп сенемін. Назарларыңызға рахмет.